Ресми мәлімет бойынша халқымыздың 66%-ы баспанаға мұқтаж. Үкімет халықты үймен қамту үшін бір емес бірнеше бағдарлама қабылдады. Бұл бағдарламалар әр өңірде әрқалай жүзеге асты. Президенттің былтырғы жолдауында баспана мәселесі ерекше айтылып, үкіметке нақты тапсырма жүктелді. Көп ұзамай халықты тұрғын үймен қамтамасыз етудің кешенді бағдарламасы қабылданды. Соның бірі қолжетімді баспана 2020. Шынымен де қарапайым халық қол жеткізе алады ма бұған, әсіресе жастар жағы. Өткен аптада Астана әкімдігі жас отбасылардан құжат қабылдауды бастады. Шарт жасы 29-да некеде тұрғанына 2 жыл болуы тиіс. Бірақ қазіргі қыз-жігіттердің көбі 30-дан асқанда ғана отбасын құрсақ па деп ойлайды. Яғни бағдарламадан тыс қалып жатады. Бұл қалай? Дулат Абибулаев тарқатсын. Қалай атын керемет тапқан деймді? Қол жетімді баспана деп. Шынымен де қабырғасында қолың жетеді бар ғой кән. Мына жақ қабырға қолың жетеді кән. Төбеге қолың жетеді. Баспана кез келген қоғамның, кез келген заманның өзекті мәселесі. Леспек пен Гүлжахан бас қалада баспана жалдап жүрген жас отбасының бірі. Бірақ отағасы 30-дан асып кетті. Жас отбасыға жатпайды. Сондықтан бағдарламаның басқа мүмкіндіктерін қарастыруға мәжбүр. Құжаттар қабылдады дегенде естіп жатырмыз. Кеше қуанып, сол құжаттар тапсыруға барған едік. Бұл бағдарламаға біздің құжаттарымыз сәйкес келмейді екен. Жолдасымның 30-ға толып қойған. Бірақ осы бағдарлама бойынша тағы да бөлімдері шыққанын естідік. Сол бойынша енді Құдай қаласа құжаттар тапсырамыз деген ойдамыз. Президент пәрмен етіп, үкімет былтыр қолжетімді баспана 2020 атты кешенді бағдарламаны бекітті. Құжат 53 беттен тұрады. Онда 9 түрлі тәсілмен халықтың мейлінше көп бөлігін баспанамен қамту көзделген. Олар әкімдік кезегіндегілерге, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы, арнайы жас отбасылар үшін ипотекалық компания арқылы жалға алу әдісімен, ескі үйлерді жөндеумен, апатты үйлерді сүріп, жаңа үй тұрғызу әдісі, жеке тұрғын үй салуға қаржы беру және самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры арқылы. Әр бағыттың өзіне тән тетіктері бар. Бұл жолы бағдарламаның соңғы тәсіліне тоқталсақ. Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры бағдарлама операторларының бірі. Қордың ресми сайтында тұрғын үйге өтініш берудің электронды нұсқасы іске қосылды. Әзірге тесттік режимде, яғни қолды үйрету үшін. Электронды қолтаңба арқылы тіркеуден өткеннен соң ережемен танысасыз. Одан кейін өзіңізге қажет қала мен тұрғын үй кешенін таңдайсыз. Ары қарай тікелей сатып алу немесе жалға алу әдісін таңдап өтініш жолдайсыз. Жап-жақсы жүйе. Тұрғын үй дайын болғанда компания өкілдері халықты хабардар етеді. Онлайн режимде кім бірінші тіркелсе, соның мүмкіндігі мол. Бірақ жүйе жұмыс істемей жатып өзгеріске ұшырады. Бастапқыда кез келген адам қатыса беретін болса, ендігіде әкімдік кезегінде тұрғандарға басымдық беріледі. Әзірге ереженің егжей-тегжейі үкіметте талқылануда. Артылған қалып қойған. Енді 100 пәтердің 50 пәтерін әкімшілік бөлсе, 50 пәтеріне олар адамдар табылмаса, 50 пәтерін біздің механизм бойынша бүкіл адамға айтамыз. Осындай үйде 50 пәтер бөлінді бар. Соған өтініштеріңізді тапсырыңыздар дейміз. Сосын электрондық жүйеде тапсырасыз. Уақытында тапсырып атсаңыз аласыз. Келісімшартқа отырасыз, 15 жыл төлейсіз сосын. Кезектегілерден пәтер артылама деген ой келуі мүмкін. Дегенмен, кезектегілердің ішінде самұрық салған үйді жалға алуға немесе тікелей сатып алуға кірісі жететіні бар, жетпейтіні бар. Яғни үй алам деген отбасының табысы 100 мың теңгеден төмен болмауы қажет. Қалай болғанда да жас отбасыға жатпайтын әкімдік кезегінде жоқ. Леспек пен Гүлжахан онлайн жүйеден үміт күтеді. Жүйе бойынша алғашқы пәтерлер биыл тапсырылады деп күтілуде. Дулат Абибулаев, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Расында да баспана мәселесі қоғамдағы талай адамның бас ауруына айналған тақырып. Осы баспанаға байланысты бағдарлама жайлы қазір тиісті органнан толығырақ жауап алсақ па дейміз. Бізде қонақта өңірлік даму министрлігінің өкілі Марғұлан Әбдікәрімов. Қош келдіңіз, Марғұлан аға. Алдымен осы жалпы әкімдіктердің кезегінде тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың санын білсек пе дейміз. Оның ішінде Алматыда, Астанада қанша? Бүгінгі күнде Қазақстан бойынша жергілікті атқарушы органдарда тізімде тұрған 255.717 адам бар. Оның ішінде Алматы қаласы бойынша 17.197 адам, Астана қаласы бойынша 28.000 кезекте тұр. Астанада көбірек? Астанада, екі есе көп. Былтырда жылдың есебі бойынша, республика бойынша 6 миллион 8,1 миллион шаршы метр тапсырылды. Оның ішінде жаңағы
250 мың квадрат шаршы метр тапсырылды. 4246 адам республика бойынша пәтер алды. Ал осы жылжымайтын мүлік қорының самұрық қазынаның бағдарламадағы үлесі қандай екен? Оның ерекшелігі неде? Қалған тетіктерге қарағанда самұрық қазына салынып жатқан үйлердің бағасы ептеп көтеріңкі. Мысалы, Астана, Алматы, Атырау, Ақтау қаласында 180 мың теңге сату бағасы, қалған өңірлерде 144 мың теңге бір шаршы метр. Былтырғы есеп бойынша самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры 24 мың шаршы квадрат метр іске қосылды. Оның ішінде Ақтөбеде 20 мың квадрат, Таразда 4 мыңдай. Биылғы жылы міне самұрық қазына 7 тұрғын комплекстерге қол қойылды әкімшіліктермен. Биылғы жоспары 130 мың шаршы метр беру арендалық үйлерден. Оның ішінде Астана, Алматы, Алматы облыстарында үйлер салынады. Енді осы қолжетімді баспана бағдарламасының 9 тармағы бар екенін білеміз. Осы тармақтардың қайсысы бойынша қазір пәтерлер беріле бастады? Өздеріңіз жақсы білесіздер, біраз жыл болып қалды. Тұрғын үй жинақ банк арқылы салынып жатқан үйлер халық біледі, қазір көбі салынып жатыр. Ол механизм жұмыс істеп жатыр, жақсы. Одан кейін екінші жаңағы кезекте тұрған, әкімшілікте кезекте тұрған үйлер, мұқтаж азаматтарға тұрғын үй салу. Мына жаңа бағыттардың бірі ол жас отбасыларға үй беруді 12 жылдан бастап игеріле бастады. Былтыр біраз үйлер салынды. Оның ішінде мысалы былтырғы жылы 10 миллиард теңге ақша бөлінді республикалық бюджеттен. Сол 10 миллиард ақшаға 138 мың шаршы метр тапсырылды. Оның ішінде пәтерге ауыстырсақ 2434 жас отбасы пәтерлерге ие болды. Бәрекелді. Уақыт тауып студияға келгеніңізге рахмет. Ал біз жалғастырамыз.